Сәлем достар, сендермен бірге блог арнасы. Достар, бүгін өте қызықты бөлім болады. Бірінші бөлім өте қызықты болады. Бізге тіркеліп лайк басып етіңіздер. Ендеше біз бөлімді бастаймыз. Мынау менің қасымдағы сіңілім Ая. Ендеше кеттік. Той не болып кетті, барлықтарын жүгіріп. Мен сабағыма кешігетін болдым. Тезірек сабағыма киінейін. Ой, киінем деп далаға қарай шығып кеткенім қалай кетті. Жарайды, көп сөйлемейін, сабағыма кешігем. Біз сабаққа Медина сіңілім екеуміз бірге барамыз. Немене бәле, барлығы жүгіріп кетті. Мына жерді жаңа ғана сыпырып тазалап шыққан едім. Тағы да шашып тастағандар несі? Жаңа ғана жинаған жерлерім ғой. Уже шашып тастапты. Әлі тағы да істейтін істерім өте көп. Үйді жинау керекпін, кірлерді жаю керекпін. Ой, мына жерге байқаусызда су төгіп алдым. Қызметші, мына жерді сүртіп алсаңшы, мен байқамай су шашып алдым. Жарайды, ештеңе етпес. Жарайсың. Тезірек сүртіп ала саламын. Я, тезірек сүртіп ала сал. Ой, мен сабағым басылып кететін уақыт болды. Кешігіп қалмайын. Күнің сәтті өтсін, сау бол. Рахмет, сау болыңыз. Қолымда тұрған суды қалай шашып алды? Меніңше әдейі шашқан секілді. Саған бір нәрсе айтуды ұмытып кеткен сияқтымын. Үстіде менің киімдерім жатыр. Сол киімдерімді мен сабақтан келемін дегенше түктеп қоя салшы, мақұл ма? Жарайды, ханым. Жақсы. Бұл жерде менің заттарым ғой. Неге менің заттарымның жанына өзіңнің киімдеріңді іліп қойғансың? Ештеңе етпейді. Мен сабаққа кешігетін болдым. Тезірек баршы, мен сабаққа киініп алайын. Қазір әпше, менің сабағым сізге қарағанда бірінші басталады ғой. Ой. Асыда такси күтіп тұр, өзің кетіп қалма. Менің барғанымды күт. Мен қазір 5 минутта киініп шығам, жарай ма? Жарайды әпше, сізді таксиде күтіп тұрам асыда. Тезірек шығасыз ғой? Я, тезірек шығам. Сабаққа уже 10 минут қалыпты ғой. Күтпей кете берейін, өзі келе беретін шығар. Я, асыда күте тұр. Мен қазір шығамын. Міне, осы киімім өте қатты ұнайды, әдемі жарасып тұр үстіме. Мені асыда сіңілім күтіп қалған шығар, тезірек сыртқа шығайын. Күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар. Тоқта, не ол кетіп қалған ба, мені күтпей? Ой, енді мен жаяу барам ба? Жарайды, тезірек велосипедімен бара салайын, сонда үлгеретін сияқтымын. Той, ол мені күтем деген сияқты еді ғой. Кетіп қалған қараш. Жарайды, ештеңе етпейді. Амал жоқ, велосипедпен барам. Мені күтпей кетіп қалған ғой. Так, барлық істерді істедім. Барлығын, енді барып, өзім бөлмеме барып, кішкене тынығып алайын. Бірақ жинаған жерді қайта-қайта шашатындарына сәл ашуланатын бар. Милан әлі сабағына кетпепті ғой. Ертең азанда Мединаның туған күні екен ғой. Так, мен оған күшті сыйлық дайындап қояйын. Барлығымыз ойласып күшті сыйлық жасаймыз. Так, мен бірінші сабағым барып, одан кейін супермаркетке барып, сыйлықтар әлеміне барып, мен сыйлық дайындайтын боламын. Ертең азанда қуантамыз. Достарым әлі сабаққа келмеген сияқты ғой. Мен тым ерте келіп алған сияқтымын. Жарайды, онда мен сабаққа дайындалып алайын. Мына жақта асханаға отырып
тамақтанып, сосын сабағыма дайындалайын. Бүгін бізде 5 сабақ болады, сол 5 сабаққа жақсылап дайындалайын. Бүгін өте жоғары балл алу керекпін. Мені сіңілімнің туған күніне не жасам екен, ол ойлап жүрген шығар бізде туған күнін ұмытып кетті, есіне шығып кетті, олар мен туған күнімді білмейді деп ойлап жүрген шығар. Ертең азанда менің туған күнім, бірақ ол жайлы әлі маған ешкім айтқан жоқ. Олар менің туған күнімді білмейтін де сияқты, ұмытып та кеткен сияқты. Мен ренжіп жатырмын. Малика, менің тағы да киімдерімді жуа салшы және оны түтеп қоя салшы, өтінем. Және шкафымдағы киімдерімді ретестіріп қоя сал. Мақұл ма? Айып етпеңіз, бірақ мен оның барлығын жаңа ғана істеген сияқты едім ғой. Ой, ол басқа киімдер ғой, айтқанымды тезірек істеші болды, мен асығыспын. Ісіңе сәттілік, сау бол. Түсінесің бе, ертең маған үлкен мерекелік кеш болады, соған дайындық қой, айып етпе. Қызметші ханым, ертең азында менің туған күнім болады, соған маған киім дайындауға, сәнденуге көмектесесіз бе? Көмектесіз ғой, маған, иә? Сау болыңыз. Әпше, сабақтан келдіңіз бе? Қалайсыз? Я, келдім, қалайсың? Менің қарным ашып кетті. Қазір мен тезірек киімімді ауыстырып келем. Қандай бар? Бәліш қалды ма кешегі? Екеу қалыпты ғой. Мен бірінші барып киініп, қолымды жуып келейін. Мына бәліштің дәмі өте дәмді екен. Ертең азында тағы да осындай бәліштерден көп алып қоймасам, дәмі өте тәтті. Мен Мединаның туған күніне өте көшті, көптеген сыйлықтар дайындап қойдым. Бірақ ол бұл жайлы білмейді, оған тосын сый. Көңіл-күйім мүлде жоқ. Олар менің туған күнім екенін, ертең азында менің туған күнім болатынын ұмытып кеткен сияқты. Қалайсың? Теледидар көріп отырсың ба? Иә, көріп отырғаныңдай. Неге көңіл-күйің жоқ? Не болып қалды? Біреу тиісті ме? Жоқ, ешкімде тиіскен жоқ. Өзің көріп отыра бер. Мен кеттім бөлмеме. Қызық, оған не болды? Көңіл-күйі жоқ қой. Ренжіп жүр ғой. Жарайды, өзім теледидар көріп отыра берейін. Жаңалықтар қарайын. Бірінші бөлімнің соңы, екінші бөлімді күтіңіздер. Сау болыңыздар.